Баршаларыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен слезы ангела жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз, оның үстіне бір чай қасық қопсытқыш қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, екі қолымыздың көмегімен жақсылап үгітіп шығамыз. Барлық майымызды онымен араластырып болғаннан кейін, оның үстіне қантымызды қосамыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқа және де салқын сүт қосамыз. Енді қамырымызды араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Дайын болғаннан кейін холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе қажет болады. Оның үстіне қант қосамыз және де жұмыртқамыздың ақ уызынан сары уызын ажыратамыз. Сары уызды сүзбенің үстіне, яғни салмасына қосамыз. Ақ уызды меренге жасау үшін алып қаламыз. Салмасына барлық заттарымызды қосып болғаннан кейін, вилканың көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Оның үстіне қаймақ қосамыз. Жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, тағы да қант қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз және де оның үстіне манная каша бір чай қасық қосамыз. Енді форманы сары маймен майлап шығамыз. Холодильникте тұрған қамырымызды шығарып, формаға салып шығамыз. Барлық ингредиенттерді видеосына жазып кететін боламын. Енді формамызды жасағаннан кейін оның үстіне салмасын саламыз. Қызып тұрған духовкаға салып пісіреміз. Енді меренге дайындайтын боламыз. Көпіргенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қантымызды қосып, біркелкі етіп тағы да араластырамыз. Қайтадан қайталаймыз, қант қосамыз және де жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Меренге дайын болғанда ыдыстан түсіп қалмауы қажет және де біркелкі форманы сақтап тұруы қажет. Меренге дайын болды. Төңкерген кезде формадан түсіп қалмауы қажет. Пирогымыз пісіп шықты. Осының үстіне меренганы салатын боламыз. Қызып тұрған духовкаға меренганың беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққаннан кейін бетін ауа кірмейтіндей етіп жауып қойсаңыздар, осындай слезалар шығады. Ас болсын!